Бобби мен Билл. Стик ханымның құпиясы. Допты елге етудегі Биллдің таңғажайып шеберлігін тамашалаңдар. Көрермендер шаттануда. Ей, бұл әділдік емес. Екі бұрыштама соққы, үшеу. Айып допы. Осы да күлкілі ме, капитан? Кешіріңізші, Стик ханым. Билл өз күшін бақылай алмады, келесі жолы абай боламыз. Кет әрі, кет! Бұл жеке меншік. Бірақ менің добым ше. Ол туралы допты маған лақтырмай тұрып жақсылап ойланып алуын керек ет. Енді кетіңдер. Жарай, кеттік. Адамның ең жақын серігі қашанда допты әкеп беруі тиіс. Әй, мен саған не айттым, Билл, Стик ханым. Айып допы. Мұнда не болған? Не болғанын айтайын. Иттерің мені сүріндіріп құлатты. Анашым, әке, Билл жай добымды алып бергісі келді. Өйткені Стик ханым тартып алды. Аяғым қайырылып қалған тәрізді. Бұны шығып кеткеніне сенімдімін. Сынуы да ғажап емес. Қой. Бобби доғар. Жақсы, менен ұстаңыз, Стик ханым. Қане. Мәссаған, Оскар сыйлығын алайық, ең жағымсыз рөл сомдаған актриса Стик ханым. Сізге дәрігер шақырайын ба? Жоқ. Аяғыңыз жазылғанша сізге күтім жасай тұратын біреу бар ма? Иә, мына екі бұзақы. Әйтеуір уақытша болса да тентектік жасамайтын болады. Бұл әділетсіздік. Бобби, Билл, сен екеуің Стик ханымға қолғабыс етесіңдер. Бірақ анашым. Стик ханымның сөзіне құлақ асып, не деп бұйырса да орындаңдар. Иә, анашым. Сонымен түскен жапырақтарды жинадық. Егер біздің көмегіміз қажет болса, көрші аулада боламыз. Тамағым құрғап кетті. Маған бір стакан су әкеп бересіңдер ме? Мінеки. Су жылы екен. Жүр, Билл, мұз іздеп келейік. Мұзға толы табаға келе жатырмын. Әй, қызметші, жұмысыңды бітірген бойда. Өтінем, тырнағымды еге барқамды уқалап берші. Жағдайды асыра пайдаланба. Менің аздап қарным ашты. Оны қысқа толқынды пеште 25 секундтай ысытсаң, біраз жұмсарады. Иә, Стик ханым. Әй, бұл енді ақылға қонымсыз. Өтірік ауырған үшін шарпыр болып жүрміз. Тоқтай тұр, бірдеңе жетіспейді. Дәмді, әрі жиіркенішті. Мұнда ақымақ секілді сықылықтап тұрғанша, қонақ бөлмедегі жамылғын алып кел. Сосын тез қимылда, әйтпесе әке шешеңе қоңырау шалам. Жарайды, Стик ханым. Ой, жамылғыны тым биік қойған нес? Таптым. Ой. Рахмет, Билл. Дер кезінде құтқардың. Мәссаған.
Мәссаған, бұл құпия жол ғой. Тура кинодағыдай. Ай, қобалжыма, жарайма. Ай. Сендермен біргеміз. Ой. Мәссаған, міне керемет. Стик ханым тыңшы немесе құпия агент шығар. Қараңдар, тіпті сүңгуір қайық та бар. Қараңдарш, мынау Джордж ғой. Сөндірулі болсаң айтарлықтай маңғаз тұлға емессің, солай ма? Жоқ, жетет, мен саған доғар дедім. Байқайым, жаңа дос тауып алған тәрізсің, Билл. Мәссаған, мынаны қараңдаршы, достар. Бұл үлкен түймешек не үшін екен, Сен алар емеспін, ол өтірік ауырған екен. Мынау 4 бұрышты жәшік не? Темір сандыққа ұқсайды екен. Ішінде не бар екен? Оны қазір анықтаймыз. Билл, оны кілттеп тастаған. Ішінде маңызды құпия нәрсе болуы тиіс. Бобби! Жоқ, Стик ханым ештеңеден күдіктенбей тұрғанда қайтып баруымыз керек. Қараш, жедел саты. Кеттік. Тамаша. Әбден қызыққа баттық-ау. Өзің сылбыр екенсің. Ата-анаңа қоңырау шалғалы жатқан едім. Ұстала жаздадық. Ол ұйықтап қалды. Жүріңдер, кілтті табайық. Кары, кілтті табуға көмектескен түрің осы ма? Үйдің астан кестеңін шығардым. Ештеңе жоқ, ал сенше, Билл, бірдеңе таптың ба? Әлгі кілтті жер жұтып кеткен бе өзі? Қане, жолымыз ашық. Қане, мұнда не жасырғаныңды көрейік, Стик ханым. Сен екенсің ғой, кішкентай сүйікті мысығым менің. Келші құшақтасайық. Кілт. Кілтім қайда? Бобби мен Билл қайда кетті? Олардың бір қулық ойластырып жүргендеріне сенімдімін. Бізге қонақ келді. Тығылып қалайық. Менімен жасырынбақ ойнағыларың келді ғой, солай ма? Кешірім өтінем. Ол біз естіп қояды. Ой! Қап, Стик ханым оларды байқап қалды. Джордж, дереу доғар.
Сонда Стик ханымның құпиясы осы ма? Жазба ма? Бақытты мысық. Бірақ бұл... Стик ханым ғой. Стик ханым ғой. Ай, өзіме қайтарыңдар. Ол кезде жас әрі аңғал едім. Сол ақымақ өлеңді жаздырмауым керек еді. Мұны ешкім білмеуі тиіс, естіп тұрсыңдар ма? Дереу қараларыңды батырыңдар, үйлеріңе барыңдар. Бұдан бұлай жер төлемнен сендерді көрмейтін болайын. Ой. Осымен ойындарың бітті. Қап, жолымыз болмады-ау. Иә, сонымен бақытты мысықтар, келесі өлеңді қосамыз ба? Аппақ мысық, мамық мысық, мяу, мяу, мяу. Аппақ мысық, мамық мысық, мяу, мяу, мяу. Қызық екен, ғаламтор арқылы қайдағы жоқ ескі хитәндерді табуға болады солай ма? Мінеке сенің тобың. Рахмет, Стик ханым. Соңы фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды 2017 жыл.